Қайырлы күн оқушылар, қалдарыңыз қалай? Жақсы. Сіздерді көргеніме өте қатты қуаныштымын. Бүгінгі сабақты бастамас бұрын жақсы сөз жарымығыз дейді. Олай болатын болса, бір-бірімізге жақсы сөз айтып, сабағымызды бастаймыз. Қанекей? Аяғым. Аяғым. Жылдам. Аяғым күнге сағасақ кеттім. Рабия бүгінгі сабақта белсенді болуымызды Қысқан қайратты болды. Телефон сағынды беспен. Сіздер осы үздік жолында жалғастырыңыз. Ержан бүгінгі сабаққа белсенді қатысты. Дидар бүгін тәртіпті болды. Сабаққа белсенді қатысты. Егер сабағында еске оққан. Ешқашан ауырмай. Оған сізге сәттілік тілеймін. Рахмет оқушылар. Осындай әдемі сөздермен бүгінгі сабағымызды бастайық. Олай болатын болса, алғашқы кезең сіздердің алдарыңызда А4 форматында тапсырма берілген, яғни кілт сөздер. Қараңыздар, кілт сөздерді ашамыз. Кілген кілт сөздер, сол кілт сөздерден сізден қандай сөз шығады? Бірге істейміз, бірге дейді. Қандай кілт сөздер шығады, соны маған атап бересіздер. Сол кілт сөздер арқылы бүгінгі тақырыпты анықтаймыз. Қай топ болады? Бірден қол көтереміз. Аяқтадыңыздар ма? Қолды қойдым, Уақыт аяқталды. Болдыңыздар ма? Болды, Қанекей, қай топтың оқушысы кілт сөздерді айтады? Бірінші топ айта қойыңыздар. Рауан, кілт сөзді айта қой, қандай сөз таптыңыз? Семей уезі. Семей уезі, өте жақсы. Сіздер? Омарханұлы, жақсы. Алишер, қандай сөз таптыңыздар? Абай жолы, жақсы. Қасқабұлақ, жақсы. Мейіржан? Әуезов, өте жақсы. Аяулым? Рафисов, өте жақсы. Дидар? Қасқабұлақ. Қасқабұлақ, жақсы айтылды. Тағы да айтылмаған сөздер бар ма? Көксерек, өте жақсы. 1897, 28 маусым, өте жақсы. Ал енді осы тұрғыда сіздерге сұрақ. Көксерек шығармасы кімнің шығармасы? Мейіржан, жақсы, орнынан тұрып айта ғой. Көксерек ол жаңа кішкентай бала кішкентай кезінде әкесімен аң аулауға барғанда, кейде қой бағып жүргенде қасқырдың жаңа кішкентай күштерін ұстап алып, бірақ оның әкесі оны алып тастағысы келген. Бірақ оның ұлы кішкентай жаңа күшікті ұялтатын деп жауап қоймады. Содан кейін оның кішкентай ұлы оны өз қойына алып, асырап, тамағын беріп. Содан кейін олар оны жаңа ауылдың балалары оны тисе бастады, жаңа қасқыр деп. Сосын ол өскеннен кейін ауылдың малдарын жоя бастады. Жақсы, Мейіржан, рахмет. Яғни сіздер таптыңыздар, Бүгінгі біздің тақырып не жайлы болмақ? Мұхтар Омарханұлы Әуезов жайлы, Жақсы. Отыра ғой, Мейіржан, рахмет. Мұхтар Омарханұлы Әуезовтың туғанына биыл 125 жыл толып отыр. Мұхтар Әуезов 1897 жылы Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданында дүниеге келген екен. Жалпы мағлұматты толықтыру үшін тақтаға назар аударыңыздар. Зейін қойып қараймыз.
байқадыңыздар, видеода Мұхтар Әуезов жайлы тың деректер баяндалған. Енді осы видеоны негізге ала отырып, сіздермен мен сәттілік фортунасы ойынын ойнауым келіп отыр. Ойын ережесі, қазір мен фортунаны айналдырамын, тоқтатамын. Тоқтатқаннан кейін қай топ бірінші қол көтереді, сол топ таңдайды, жақсы ма? Ал бастадық. Так, алдымен бірінші топтан бастайды. 400 кетіріңіздер. Так, сұрақ тоқыш, Мейіржан оқып сұрақ. Еңлік кебек пьесасын Абайдың немересі Ақылияның тойынан тарту ретінде 5 күн ішінде жазып сақталған. Өте жақсы, Мейіржан жарайсыз. Келесі. Так, жарайсыздар. Келесі екінші топқа беріледі. Алты жүз. Так, сұрақ. 1997 жылы ЮНЕСКО Мұхтар Әуезовтың жылы деп жариялап, тұлғаның 100 жылдығы алдымен қай қалада өтті? Содан соң қандай көлемде тойланды? Төрехан. 1997 жылы ЮНЕСКО Әуезов жылы деп жариялап, тұлғаның 100 жылдығы алдымен Париж қаласында, содан соң дүние жүзінде көлемде тойланды. Өте жақсы, жарайсыз. Әрі қарай. Так, бірінші топ, е? Так, 100. Мұхтардың атасы Әуез, Құнанбайдың тоқалы, яғни есімін айтасындар, туған інісі болған. Так, Мейіржаннан басқа? Рауан. Жауап бар ма? Жақсы, талқылаңыздар. 3-4 секунд. Сұрақ тоқыңыздар. Айта ғой. Мұхтардың атасы Құнанбайдың тоқалы Нұрғанымның туған інісі болған. Туған інісі болған. Жақсы. Әрі қарай. Екінші топ дайынсыздар ма? 400 бізде болды ма? 400? Я болды. Болды. Қайда? 200 болды ма? Жоқ. Ең алғашқы әңгімесін 1921 жылы қандай бүркеншік атпен жариялаған? Диляра. Ең алғашқы әңгімесін 1921 жылы Айдын деген бүркеншік атпен жариялаған. Жарайсың. Әрі қарай. Так, 300 болды ма? Болған жоқ, е? Так, жас кезінде Семей қалалық қандай футбол командасының жартылай қорғаушысы болған? Алишер. Так, Ярмыш. Жас кезінде Семей қалалық Ярыш футбол командасының жартылай қорғаушысы болған. Замандастары Мұхтар Әуезовті елгезек, бауырмал, ізгілікті, сырбаз адам деп сипаттаған. Сонау балалық шағынан бастау алған шығармашылығына сүйінген. Ол Абай елінде туған. Жастайынан соның өсиеттерін құлағына сіңіріп өскен. Әуез атасының арқасында 5 жасынан арабша сауат ашқан. Абайдың аудармалары арқылы Пушкинді, Лермонтовты, Крыловты таныған. Көптеген ақындардың өлеңдері мен даналардың трактаттарын жатқа білген. 20 жасында Әуезов өзінің тұңғыш көлемді туындысы Еңлік кебекті жазды. Бұл алғашқы сәтті қадам еді. Шекспирдің Ромео мен Джульетта туралы хикаясымен желілес бұл пьеса күні бүгінге дейін қазақ театры сахнасынан түспей келеді. Өз заманында ол аса білімдар қазақтардың бірі болған. Мұғалімдер семинариясын, Орта Азия университетін, Ленинград университетін, кейінірек Ташкенттегі университет жанындағы аспирантураны тәмамдаған. Мұхтар Әуезов тұңғыш қазақ әдебиеті тарихының орыс тілі бойынша оқулықтардың авторы. Қарапайым қазақтар туралы пьесалар, әңгімелер жазды. Кейін замандастары оның кестелі тілі дала үніндей әуезді екенін айтар еді.
Бірде бұл үн бірер жылға мүлдем тынып қалды. Жазушы қуғын сүргіннің алғашқы легіне ілікті. Летом 30-го года 1930 жылдың жазында ойламаған жерден НКВД қызметкерлері оны тұтқынға алды. Оған үрейлі 58-ші бап бойынша айып тағылды. Іле-шала бірталай заттары мен қағаздары тәркіленді. Ол қағаздар бүгінге дейін табылған жоқ. Ол қағаздардың арасында Мұхтар Әуезовтің бірнеше аяқталған шығармалары болған деген сөз бар. Әуезов ол шығармаларын содан қайтып қолға алмаған. 2 жыл абақтыда отырған. Одан кейін идеологиялық айыбын мойындап жазған хаты үшін жазасы жеңілдетіліп, шартты түрде тағы 3 жылға кесілген. Ол хат баспасөзде жарияланды. Еркіндіктің құны осы болды. Ал дұшпандары мен көре алмаушылар жігері жасық деген есер сөзге ерік берді. Кейін қазақ және орыс тілдеріндегі мәтіндерді анықтап оқып отырып, онысы батыл адамның әрекеті болғанына айқын көз жеткіздім. Оның жазғанының астарында әжуа, әшкере жатыр, және ол байқалып та тұрады. Олар ешқандай да мойындау хаттар емес, сананың шамырқануы, ішкі қасірет емес. Бұл озбыр заманға орай туған ойын, ғажап мағыналы хаттар. Өз тағдырында ол бұндай өкіметпен, цензурамен текетірес құқайдың талайын көрді. Жазушылардың сынап мінеуі, қудалауы біресе бәсеңдеп, ал біресе үдей өршіп отырды. Әйтсе де, айыпталушы деген айдар тағылған оған Қазақ Алматы драма театрының репертуарын қалыптастыруға мүмкіндік берілді. Әуезовтің арқасында орыс, ағылшын, итальян классиктері қазақ тілінде сөйледі. Тәржімадан бөлек пьеса жазумен айналысты. Бұл тіршілік қам еді. 1934 жылы мемлекеттен алғашқы пәтерін алды. Оған да ұлттық драматургияның дамуын жіті қадағалаған Қазақ партия ұйымының басшысы Левон Мирзаянның арқасында қолы жетті. Оның пәтері опера және балет театрының тура қарсысында орналасқан болатын. Қонақжай үйді қорғаныш қылғандар жетерлік. Соғыс жылдары Әуезовтер отбасы Константин Паустовскийдің отбасын паналатқан деген сөз бар. Шартты түрде кесілген жаза 3 жылға емес 10 жылға созылды. 1937 жылғы қуғын сүргіннің 2-ші легінен Мұхтар Әуезов аман қалды. Алайда жұрт одан сырт айналды. Театр репертуарынан пьесалары алынып тасталды, өзі жұмыстан қуылды. Сол қиын қыстау кезеңде жазушы ақын Абайдың бейнесіне ден қойды. 42 жылы Абай деген атаумен алғашқы кітап та шықты. Ол осы аттас либретто және Абай әндері фильмінің сценарийін жазды. Абай. Орыс адамына Пушкин есімі қандай қымбат болса, бұл есімде қазақтың жүрегіне сондай қымбат. Абай. Оның жалынды кемеңгерлігі жазушы Мұхтар Әуезовке шабыт берді. Абай ағартушы, демократ, гуманист. Соғыстан кейін Мұхтар Әуезов Қазақ Республикасы Ғылым Академиясының президиумына кірді. Оның Абай романы орыс және чех тілдеріне аударылды. 47 жылы эпопеяның 2-ші бөлімі жарық көрді. Космополитизммен күрес кезеңінде жазушыны заманауи тақырыптарға бет бұруға шақырса да, роман кеңестік емес, 19 ғасырдағы көшпелі халық бай манаптар туралы болып шықты. Осы еңбегі үшін Мұхтар Әуезов Сталин сыйлығын иеленді. Бұндай марапат тіпті еш кемеңгерлігі жоқ кез келген жазушы, еш кереметі жоқ кез келген шығармаға көрсетілуі ғажап емес. Ал мынау кемел туындеді. Оны сезінбеу тіптен мүмкін емес. Оған қарсы шығуға ешкімнің батылы бармаған еді. Бір қарағанда ол танымалдыққа жеткеніне бөркін аспанға атып, қуануы керек болатын деп ойлайсың. Бірақ осы жайт оған ең әуелі ендігі жерде қорғаныш болатындай, бұдан былай жаны сая табатындай бір сезім кешірген сыңайлы. Алайда уақыт көрсетіп бергендей Сталин сыйлығы оны ұлтшылдық ұраны қайта көтеріліп, қазақ зиялыларының келесі шоғыры тұтқындалған 52-53 жылдардың зұлматына мүлдем қорғамады. Ал Әуезов тек тәңірдің жарылқауы, тағдырдың алқауымен ғана жалған құжат жасатып, сол құжатпен билет алып, Мәскеуге ұшып кетіп, бас сауғалау мүмкіндігіне ие болды. Сол жақта оның дархан дарынның ауқымын таныған адамдар бар еді. Бұл кезге қарай ол өз абырой атағымен Қырғыздың Манас дастанын қорғап қалған Қазақстанның танымал академигі, үздік жазушысы болған еді. Мәскеуде ол 2 жылын өткізді. Университетте дәріс оқыды. Осында Абай туралы соңғы кітабын аяқтады. Бірақ ол тек 2 жылдан соң ғана жарияланды. Өйткені цензура романды жетілдіруді талап етті.
келмеске кеткен көне бабалар дәуірін дәріптеуден арылмағандығын көлденең тартты. Осылайша, мәмілелесумен-ақ қыруар уақыт құр кетуші еді. Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің ұлы ағартушы ақын, қазақ жазба әдебиетінің негізін салушы Абай Құнанбайұлы туралы романы кеңес оқырмандарының сүйікті кітаптарының біріне айналды. Роман қазақ және орыс тілдерінде ғана емес, сондай-ақ көптеген бауырлас елдердің тілінде басылып шықты. Абай жолы романының аудармасы таза идеологиялық цензура талқысынан өтті. Оны баспадан шығарған редакторлар цензурасында бастан кешірді. Аудармашылар цензурасынан да өткен. Бірнеше жыл бұрын дәл осы Анатолий Кимге жазушының ұлы Мұрат Әуезов әкесінің ең үздік туындысының орыс тіліндегі жаңа нұсқасын жасауды ұсынған еді. Кезінде 4 томды аудару мен 5 аудармашы айналысқан болатын. Әрқайсының өз стилі болды. Нәтижесінде оның көркемдік құндылығына зор нұқсан келді деп санайды Анатолий Ким. Алғаш қолға алып оқи бастағанда мен бұл романның өзіме соншалық таныс, соншалық қымбат екенін салған жерден сезінген едім. Сөйтіп осынау ұлы романның Лев Николаевич Толстойдың соғыс пен бейбітшілік эпопеясымен үйлес екенін тап басып таныдым. Бұл бір әулеттің оқиғасы ғана емес, тарихи роман ғана емес, шынайы сезімдерді шыңдайтын роман ғана емес, бұл сондай-ақ өркениет туралы роман. Сол кезде ол осы қырынан оқылмады. Ол жеке басқа табынушылық деп қаралды. Сондықтан басқаша аударылуы да мүмкін емес еді. Осылай, 2-ші мыңжылдықтың басы 20-шы ғасырда Абай жолы эпопеясы басқаша оқылды. Бұған қоса жазушы Мұхтар Әуезовтің ғұмырбаяны ыждахаттылықпен зерттелді. Сөйтіп, тамаша адамдар өмірі сериясы аясында белгілі ресейлік жазушы Николай Анастасьевтің «Трагедия триумфатора» кітабы жарық көрді. Ол Әуезовтің өмір жолын бүге-шігесіне дейін бүкпесіз жаңғыртып шықты. Жарты ғасыр бұрын Әуезовпен кездескен неміс жазушысы Анна Зегер соған былай деген еді: «Сіз ғажап адамсыз, тұла бойыңыз тұнған шежіре, бір өзіңіздің тағдырыңыз тарих оқулығына барабар». Бүгінде Мұхтар Әуезов туындылары ғасырларды жалғаған шежіре, алтын көпір іспетті. Бұл шежіре сұңғыла суреткер ұрпақтарына тарту өткен тұтас әлем. Енді оқушылар, осы видео негізінде әр топтан бір оқушы шығып, мына жерде тапсырма таңдаңыздар. Тапсырма таңдаңыздар, кімге жаңалығы қазақтан келеді. Топпен, алыңыздар, орындарыңызға отырыңыздар да, алдарыңызға A3 форматы берілген, осы A3 форматына сіздер берілген мәліметтерді түсіресіздер. Қанеке бастай қойыңыздар. Алдымен оқып алыңыздар. Топпен бір жерге жұмыла жұмыс істеңіздер. Ой, жатқа олмайды. Жоқ, классыға түспесіздер. Мысалы, ортасына Мұхтар Әуезов 125 жыл дейсіздер, түтін жан-жағына шығармалары, қай жерде дүниеге келген, қай жылы дүниеге келгені, ортасына Мұхтар Әуезов 125 жыл жазыңыздар. И осы мәтін бойынша тоқтаңыздар. Класс. Ал бастаңыздар. Қосымша мәліметтер. Әртүрлі түстімен бояп отырсыздар, жақсы ма?
Тапсырманы қайта орындап болды екен? Жақсы, бірінші топ бастады, иә? Бірінші топ, мына жерге 3 оқушы келе қойыңыздар. Ал бастай қойыңыздар. Кім қорғайды? Мержан қорғай ма? Онда Рауанмен ұстай қойыңыздар. Ал Мержан. Мұхтар Әуезов 1897 жылы 20 қыркүйекте қазіргі Ақтоғай ауданы Абай ауылында дүниеге келген. Бөрлі деген жер. Ол Мұхтар Әуезовтың руы қожа. Ол кісі Абай жолын жазған. Ең алғашы әңгімесі 1920 жылы жазған. Ол кісі пьесаның Шығыс Қазақстан Абай ауданында дүниеге келген. Жақсы, ал енді келесі Рауан. Айтарың бар ма, қосарың? Ол өз пьесасын 1917 жылда жазды. Және де Ой құдық деген жерде сахнаға шығарды. Еңлікке бет пьесасын, е? Өте жақсы, жарайсыздар. Тақырып қойыңыздар. Ярыш футбол командасында ойнаған. Қарашаңыздар, Ярыш футбол командасында ойнаған екен, е? Тақтаға қой, Мержан. Так, келесі, екінші топ. 3 оқушы шықса, е? Келе қойыңыздар. Мұхтар Әуезов 1897 жылы Шығыс Қазақстан облысында дүниеге келген. Оның атасы Әуез бен әжесінде тәрбиеде болған. Оның Еңлік кебек, Көкшерек, Жетім деген атты шығармалары бар. Ол медреседен кейін орыс училищесіне түскен. Болды, ақпарат бойынша. Жақсы, рахмет. Тақтаға қоя қойыңыздар. Рахмет. Сонымен оқушылар. Бүгінгі тақырып жалпы Мұхтар Омарханұлы Әуезовтің өмірі мен шығармашылығы жайлы болды. Өздеріңізге алған дүниелер жеткілікті болды ма? Әлі де үйренетін дүние өте көп, е? Сонымен оқушылар, бүгінгі өткен тақырып бойынша қорытындылай келе Зейнолла Қабдоловтың пікірімен аяқтағым келеді. Мұқан әрі жазушы, әрі ғалым, әрі ұстаз, әрі қоғам және мемлекет қайраткері болған. Ол осының бірде-бірінде осалдық көрсетпеген, бәрінде де орасан күшті, бәрінде қатар және тең ұстаған адам. Абайша айтқанда, қас бұлақтың суындай сылдырлаған өңкей келісінің үлгісі болатын. Бүгінгі сабақ осымен аяқталды. Қатысқандарыңызға рахмет.